Здравствуйте! Я, заведующая комьюнити-центра «Арай» Григорьева Лариса Константиновна, принимаю эстафету от заведующей детского дворового клуба «Балауса» Толстовой Аллы Борисовны. С удовольствием принимаю участие в челлендже, посвященном 100-летию со дня рождения нашего выдающегося поэта-земляка Жубана Молдугалиева. Жубан был связан с Приуральем не только потому, что он здесь родился и вырос, но и потому, что его творчество питалось встречами с тружениками Приуралья, природой нашего края. Позже в одном из своих стихотворений Жубан скажет так: «Давно считаясь признанным поэтом, я поздно мудрость творчества постиг. Знать в боль души во все ее секреты не так-то просто посвятить других». Сегодня я прочитаю отрывок из стихотворения Жубана Молдугалиева «Торы атбасы». Коренген сонадайдан торы атбасы, жаманды жаратканша жаратпашы, айқысып қалмақтармен жатқан түнде, жұртыңды жау шапса да оятпашы. Я оқсыз сол төбе тас атбасына, кер түрі түрілған тат басында, сол жерде әнеке бір кыз бен жігіт, ерте өле екі бірдей ат қызында. Байқамын, отыр олар ойға кетіп, оңайма серт байласу тойға бекіп, махаббат перлеріне жүгінбек пе, жылдарды, аңыздарды бойлап өтіп. Ал кеса тас орында ауыл бопты, жесір мен жер дауынан жауыр бопты. Қашаннан азабы мол ғашық жолы, алмында қыл көпірден ауыр бопты. Байқамын, отыр олар ойға кетіп, оңайма серт байласу тойға бекіп, махаббат перлеріне жүгінбек пе, жылдарды, аңыздарды бойлап өтіп. Ал кеса тас орында ауыл бопты, жесір мен жер дауынан жауыр бопты. Қашанан азабы мон ғашық жолы, алмында қыл көпірден ауыр бопты. Қазақта не бір сұлу қыз болады, табылса тау қыраны мұз баяғы. Көзендей арғымақтың қара сөзі, жалт етсе жанында өшпес із қалады. Кездескен сондай қызға кедей жігіт, кім білсін арбағының нендей үміт. Дүниені мал, белегін зар замына кеткен ғой, сан ғашықтық селдей ғып. Ынтықты қандай отса қарағады, солу да ер жігітті жарағады. Передаю эстафету заведующей детского дворового клуба «Байтерек» Касимовой Лизат Шаденовне.